Біздің күнделікті күйбең тіршіліктің күнтізбесінен демалысқа бөлер уақыт табу қиын. Ал ұсынар бағдарламамыздың аясында сіздер қызықты әлемге саяхат жасап, аңшылық пен балық аулаудың қыр-сырына қанық боласыздар. Әр апта сайын біз сіздерді Қазақстанның көз тартар ең көрікті аймақтарымен таныстырамыз. Жаздың қызған шағы, мыңдаған қала тұрғындары су қоймаларына ағылуда, өздерінің демалыстарын сонда өткізбекке. Бізде демалыс күндердің бірінде балық аулауға шықтық. Бұл жолы бізді ескі досымыз Алексей қонаққа шақырған еді. Атырапқа келгенімізде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің экспедициялық тобын кездестірдік. Саяхатқа халықаралық деңгейде жиналыпты. Марғұлан биология факультетінің ихтиология кафедрасының магистранты, Никита туризм кафедрасының қызметкері, Тия Германияның технологиялық университетінің аспиранты. Бұл жолы Іле өзеніне әртүрлі маман иелері жиналыпты. Өйткені бүгінгі таңда өзен атырабындағы тіршілікпен танысу әрі сақтау үшін осы маман иелері тәжірибелік жұмыстар жүргізу керек. Заманауи экология өзен су қоймасының жүйесін толықтай зерттеу керек. Өйткені бұл да тірі организм деген тоқтамға келген. Жігіттер мұндағы қамысты өскіндер мен тоғайлы ормандарға зерттеу жұмыстарын жүргізе бастады. Мұндағы өскіндер тіршілігі көптеген факторларға байланысты. Судың мөлшеріне тікелей қатысты. Су деңгейі төмендесе мыңдаған орман ағаштары қурап қалады. Жергілікті тұрғындардың қоршаған ортаны қорғауға деген ұмтылысы әлеуметтік экономикалық факторларға байланысты. Өзен суының экожүйесі қажеттілікке бұрылған уақыттарда азайыры сөзсіз. Іле өзенде туризм маңызды ресурстарға жатады. Жыл сайын мұнда мыңдаған туристер келіп, ұстаған балығына ғана емес, жатын орна, сервис, тұрмыстық қызмет көрсету секілді істерге қаржы төлейді. Бір жағынан табиғи ресурстарымызды осы бағытта пайдаға асыру, шегінен шығып жатса кері әсерін береді. Осы орайда өзен атырабына қанша база салынса экожүйеге кері әсерін тигізбейді. Осы сауалдарға жауапты Қазақ ұлттық университетінің географиялық факультеті туризм кафедрасы мамандары іздеп көрмек. Алексей тәжірибелі балықшы. Балық аулау ол үшін шаршағанды басу тәсілі. Жалғыз шығып барлық мәселені ұмытып, ескі достарының арасында табиғат аясында демалу болып саналады. Алексей ұзақ жылдан бері шетелде жұмыс істейді. Тіпті мұхиттарда балық аулайтын сәттері болады. Сондықтан оны ірі балықтармен қызықтыра алмайсың. Әрине осы өңірге неліктен қызығып, демалысын өткізбекке келді екен. Жалпы Алексей жан жақты жан. Екі тілде еркін сөйлейді. Театр өнеріне қызығады, тіпті американдық тілші бейнесіне еркіненіп кетеді. Бұл нағыз еркектерге тасталған шақыру. Жабайы табиғат. Жанымызда Виктор, Олег және камерасын құшақтаған Максим бар. Бұлар жігіттің төрелері. Ал мынау нағыз жабайы табиғат. Алексей оңтүстік Іле өзені жайлы көп оқыған. 90 жылдардың басында европалық балықшылар мен спортшылардан құрылған топ Іле өзенінің атырабына келіп, мұнда аулаған ірі жайын балықтары туралы керемет мақалалар жазған еді. Первые иностранные рыболовы-спортсмены приехали в Южное Прибалхашье в начале 90-х годов. Алғаш европалық балықшы спортшылар Іле атырабына 90 жылдардың басында келді. Германиядан келген топ қой деймін, ойымша. Олар 7 күннің ішінде 20 келеден 100 келеге дейін жететін 80 жайын ұстады. Әрине олар ол кезде ұстап, суға қайта жіберу әдісімен аулаған болатын. Мүмкін біреуінен сорпа жасаған шығар. Бірақ балық аулаудан келісімен арнайы журналдарға, ғаламтор форумдарына керемет мақала жариялады. Содан бері мұнда келуші шетелдіктер саны арта түсуде.
Біз Алексейді балық аулау саяхатына толықтай бірге жүрдік. Жергілікті жол серік Виктор қиын лабиринтті өзен суымен ұзақ жүргізді. Қамысты қалың өскіндер арасына жеткізді. Ақыр соңында жеткен жерімізді картадан да, GPS-тен де таба алмай қалдық. Виктор мұндағы картаны баяғыда құрастырғанын айтты. Сондықтан жыл сайын гидрографиясы өзгеріп тұрады екен. Біз келген ағыс тіпті кейін пайда болған. Егер дәл осы орынға жол серіксіз жеткенімізде, кері жол тауып қайтуымыз не ғайбыл еді. Бірақ мына орын ағыз балықшылар мекені тәрізді. Мы остановились на яме, которая называется Венгерка. Біз ойлы жерге тоқтадық. Венгерка деп аталады екен. Алғашында мұнда венгерліктер балық аулағаннан қалыптасқан атауыма деп ойладым. Бірақ бұл орын венгер резеңкесіне байланыстырылып қойылған екен. Қармақтарды осы венгер резеңкесін пайдаланады сазан немесе ірі амурлар ілмектен шығып кетпес үшін. Енді осы ойықта балық аулап көрмекпіз. Виктор бұл жердің тереңдігі 17 метр дейді. Сазан аулаудан бастадық. Америкалықтар сазанды азиаттық тұқы деп атайды. Алексей нағыз жабайы тұқы балығы мен балық шаруашылығындағы қолдан өсіретін европалық және американдық балықтарды аулаудан еш айырмашылығы жоқ деген сенімде. Бірақ бұл орында жабайы жер емес. Балық шаруашылығы Ле өзенінің маңайында орналасқан. Сазан қармаққа түсті. Бірақ аса ірі емес. 2 сағат аралығында 20-ға жуық сазан ұстадық. Салмағы 800 граммнан 2 келіге дейін жететін. Америкалық қорек ароматты қосындылар қосылған біздің сазан дәмі секілді екен. Арасында мөңке балықтары түсті қармаққа. Оларды әрине кешкі асқа қалдырдық. Біздің аспазшы Гуля мөңке балығынан керемет тағам дайындады. Жол серігіміз Виктор амур балығынан жасалатын тағам жайлы әңгімелерін айтты. Амур балықтары соғыс аяқталғаннан кейін Ле балқаш суының ихтиофаунасына жерсіндірілген болатын. Жылы Қорекі бай өзен суында амурлар ірі болып өсті. Тарихи мекен қиыр шығыста мұншалықты үлкен емес. Балықшы спортшылардың ұстаған ең ірі салмақтысы 40 келіге жеткен. Бұл әрине патша балық. Өзінің дәмділігімен қатар бұл балықшылар үшін таптырмас қарсылас. Кез келген балықшы өзге елде қармағын сала отырып, ірі балық ұстай, онымен қарсыласы жеңгенді қатты ұнатады. Біз амур балықтарын ұстай бастадық. Осы бір мөлдір судың тіршілік иелері біздің билігімізге берілгендей. Алғашында миллиондаған қамыс арасындағы балық бізге жақындамас деген ой болған. Бірақ бәрі керісінше. Біз барлық жемнің түрін пайдаландық. Ақыр соңында осы қамыстарға тоқтадық. Қамыстың бас жағынан бір қабаты ашылады. Оны ілмек келеміз. Жарты қабығы салбырап тұратындай етіп. Осы қалған бөлігін үшбұрыштап орайды да, түпкі үшін бос етіп қалдырады. Чем длиннее кончик листа, тем лучше. За крючком. Қабық ұшы қанша ұзын болған сайын соншалықты керемет. Міне, бұлайынша ораймыз. Ораймыз да оны үшбұрышпен қаттылап пакетик тәрізді жасап шығамыз. Алексей бұл жемді септикалық деп санағанымен қарсыласып жатпады. Виктордың үшбұрыштап жасағанына күлімсіреді де қармағын салды. Белгі бергіш қалтқысы қимылдаған сәтте әлгі күлімсіреген жүз бірден өзгеріп шыға келді. Алексейдің салған қармағы тартылар емес. Ілмекке ауыр салмақты бірдеңе түскен тәрізді. Ірі балық қармақ жібін ағыспен алып кетті. Әрине мұндай сәтте қарсы күш қолдану керек.
яғни балық күшке сала қашқанда ақырында босатасың. Қимыл саябырлаганда жылдам күшпен тарту керек. Осылайша қайыққа дейін ақырындап жақындатамыз. Міне біз ұзына созылған амур балығының жотасын көрдік. Балық ақырын су бетіне шықты да, демде бар күшімен тартқылай жөнелді. Осылайша 3 мәрте қайталанды. Ақыр соңында әлсіреген балық тауымен ақырын көтеріп алдық. Ұсталған амур салмағы 18 келі. Құттықтаймыз. Рахмет, мынау деген арманымдағы олжа ғой. Виктор бұл орында таңмен көрсеткен, осында қармақ салайық деп. Өйткені қамысты тұтастай амур балығы қажап тастаған. Қармағымызды қойғанымызға 1,5 сағат болыпты. Міне, нәтижесін қараңыздар. Қандай керемет. Қазір біз оны қолымызға ұстап көреміз де, қайта суға жібереміз. Әне кетті. Осы аралықта бірнеше ақбалық ұстап, жем ретінде жайынға қойдық. Жайындардың уылдырық шашар мезгілі сәуір айының аяғында. Су 18 градусқа дейін жылып, керемет күйге енгенде. Осылайша мамыр айы толықтай балық аулауға жабылады да, маусым айынан бастап балық аулауға рұқсат етіледі. Жайындар осы мезгілде өзен арналарынан көлге қарай жүзе бастайды. Бірақ біршама бөлігі өзен суында қалып кетеді біраз уақытқа. Жеді ме, жемеді ме, ұстап алды. Мұнда нағыз тіршілік. Көкте аспан, керемет. Міне су, міне аспан, міне ақша бұлттар. Ал мұнда жағалау. Бәрі қайнаған, ғажап тіршілік. Біреулер балықшылардың 300-400 келілік 2 жайынды алып шыққандығын көргендігін айтыпты. Енді біреулер жайын қойшыға шауып, атымен қоса суға тартып кеткен деп әңгіме қылып жүр. Бірақ ресми дерек бойынша ең ірі жайын балығы Германияда ұсталды. Салмағы 126 келіні құрайды. Бұл тарихи дәлел, ешкім қарсы келе алмайтын. Ал басқа айтылған аңыз әңгімелер жай қара сөз. Мүмкін аңыздарсыз өміріміз қызықсыз болар ма еді. Жемтігімізді ірі бірдеңе тістеді де сүйрей бастады. Тіпті кесудің де қажеті болмады. Секірісіне қарап балықтың мығым екендігін сезіндік. Алексей жіпті тартты, ал біздің жол серігіміз Виктор нағыз кәсібилігін көрсетті. Артқы құйрығынан ұстады да қайықтың ішіне бір-ақ лақтырды. Жайынның салмағы 20 келі. 90-шы жылдардың басында ауланғандармен салыстырсаңыз, бұл әрине қарапайым олжа. Бірақ біздің заманымызда 20 келілік жайындар жиі қармаққа түсе бермейді. Неде болса, біз ризамыз. Кешке амур етінен кәуап істедік. Бүгінгі күннің қызықтарын айтып, гитарамен ән шырқадық. Алексей кәуаптың дәмді болғандығын айтып өнерін көрсете бастады. Әрине оның өнері ойдағыдай шықты. Товарищ, мы едем далеко, подальше от нашей земли. Товарищ, я вахты не в силах стоять, сказал кочегар кочегару. Огни в моих топках совсем не горят, в котлах не сдержать мне уж пару.